Саламатсыздарбы әріптестер. Сіздермен бірге Мадина Қоңырбекқызы. Мен сіздерге бүгін Random Forest бағдарламасында қалай слайд-шоу жасаймыз сол жөнінде ақпарат беретін боламын. Алдыңғы сабақта сіздер Random Forest бағдарламасының тіркелу және қалай анимациялық видео жасау туралы танысқан болатсыздар. Random Forest бағдарламасы арқылы слайд-шоу жасау үшін видео вкладкасына барып, осы жерде слайд-шоу дегенді басамыз. Ашылған терезелер бойынша өзіңізге ұнаған нұсқаларды таңдауыңызға болады. Мен қазір астына түсіп қарайын. Көптің сұранысы бойынша қызығушылығы көбінесе мына кітаппен жасалатын үлгіге түседі. Осыны қарайтын болсақ, мына жерде ойнату батырмасы бар. Осы жерде қарасаңыздар болады. Толық нұсқасын өздеріңіз көріп аласыздар. Енді осындай нұсқадағы вариант қалай жасаймыз? Ол үшін сізге мына бейне ұнайтын болса, создать сейчас деген батырманы басасыз. Мінекей, осы жерде көптеген мінекей нұсқалары тұр. Соның үшін өзіңізге ұнаған нұсқасын таңдайсыз. Мен қазір мына нұсқаны таңдайын. Мінекей, мына жерде ойнату батырмасын басам. Мінекей, осылай басталып ашылады. Осыны қалай біз ары қарай өзімізге ыңғайлап аламыз. Ол үшін мен настроить этот шаблон дегенді басам. Енді көріп отырғаныңыздай, мынау ашылып тұрған терезе, мынау бірінші терезесі. Мынау екінші терезесі. Енді осы жердегі мына бірінші мұқаба кітаптың басы тұр ғой, сол жерге мына бірінші бұл суретті мына жерге қоямыз. Міне қара фонға. Мына жерлерге жазуларды енгізетін боламыз. Енді сіздерге барынша қысқа нұсқа ең тиімді жолдарын көрсетейін. Бірінші кітаптың беті мына жерде тұру керек. Мынаны басамыз. Сосын мына загрузить деген жерді басамыз. Яғни біз ол суретті компьютерден алатын боламыз. Олай болатын болса, қазір мен рабочий стол, мен суреттерім бар еді ма. Осы жерден бір суретті ала салайын. Мына жерде бір суреттер. Қазір мына книжный форматқа келетін тап қойып тұрмын. Ретуш дейді. Мына суретті алайын міне. Осыны жүктейміз. Қазір міне осылай қай жерін алуға болады суретте, соны нұсқасын аласыздар. Осылай настроить етіп алдым. Готованы басам. Ол мына жерге түседі. Енді келесі сурет мына жерге түседі ғой. Ол мына жердегі фонға барып, міне загрузить деген батырманы басып, енді бұл жерге маған келесі сурет керек. Онда мен келесі суретке мына бір суретті ала берейін. Бұл кітаптың мұқабаның беті, сондықтан енді өзіңіз туралы сурет болған дұрыс деп ойлаймын. Енді мына жерде кітаптың мына несі тұр ғой. Бүктелген жеріне кітаптың аты жөнін жазу керек дейді. Яғни оған мына жерге жазайық. Ұстаз портфолиосы деп. Болмаса педагог портфолиосы бола ма? Педагог портфолиосы. Осыны сохранить, закрыть дейміз. Енді мына жерде кітаптың жазуы тұр ғой, соған да осыны жазайық. Портфолиосы жасадық. Мына кітаптың да мына жерден шығады. Енді мына жерге написано. Так, мына жерге былай жазайын. Номер 8-ші гимназиясы Жезқазған қаласы. Номер 8-ші гимназиясы. Мына жерге жаздым. Мына жерге өзімнің аты жөнімді жазайын. Мадина Қоңырбековна. Мінекей, осылай жаздым.
жаздым. Енді келесі суретке мына жерге міне сурет қоюымыз керек. Ол үшін мен мынаны басып загрузить дегенді басамын да, енді маған бұл жерге менің грамоталарым бар, сондайлар керек қой. Мен жаңа грамоты деген жерді сақтап едім, қайда қойдым? Грамоты рабочий стол деп. Міне грамоты деген жерден енді бір қоя берейін суреттерді алып келіп. Бірінші суретке мынаны қойдым, готовы деп. Екінші, мына жерге суреттердің орналасуын көрдіңіз, мына жерге тігінен мына жерге альбомны қою керек. Сонда загрузитті басқанда енді альбомный вариант таңдаймыз. Мінекей мынаны берейін. Көп болайыншы. Мінекей енді бұны кесу керек, артық жақтар болса міне осылай қылайын. Готовыны басайын. Так, мына сурет мынандай болып қалды. Дұрыс болмай тұр. Сондықтан бұған заменить изображение, загрузитті басып, басқасын алайын. Ана көрейін. Мінекей суреттің бәрінде мына суреттер. Так, сәл кемей тұр. Сондықтан бұлай үлкейтіп жіберейік. Ана қаранышы толып тұр керек, сол үшін осылай алайын мен бұны. Толып тұрсын, сондықтан готовыны басам. Кетті, сурет. Кетті. Мына жерге енді менің жетістіктерім деп жазып, сохранить етіп тастайын. Келесі мына үшінші слайдты ашам. Мына жерге бір видео ойнайды ғой, значит, мына жерде. Мына жерге де бір суретті жүктейін. Загрузить. Бұл жерге так, или мынаны қояйын. Так, мынау да сондай. Сәйкес келмей тұр, кішкене плюсті басып жібереміз, сосын окейді басайық. Мінекей осылай келді. Бұл не туралы? Медиатор. Тренер. Так, тренер медиатор сертификаты. Одан кейін келесі бізде мынау ғой. Енді мына жерлердің барлығына өзіңіз туралы ақпараттар болса, мында бортқа жасалған, PDF формат, солардың бәрін жүктеуге болады. Енді мен мына жерге не қоямын? Мына жердің барлығына енді мен сурет қойып шығайын. Загрузить. Қайсыны қоямын? Мынаны қояйын. Мына жерге де қоюға болады басқаларды. Алғыс хатты қояйын міне. Открыть қойып атым. Так, мына жерге загрузить. Загрузитке алып барып, енді мен бір өзімнің бір суреттерімді қоя салайын. Так, мінекей мына сурет осылай готовыны басайын. Енді мына жерге загрузить. Тағы да мен өзімнің грамоталарым қайда. Мінекей мына жерге келіп, мыналар қайталанып жатыр ғой. Мінекей мынандай книжный варианттағы нелер керек бізге. Мінекей тұра берсін осылай. Одан кейін мынаны қойдым, Мынаны қойдым. Енді келесі сурет қойын. Келесі суретке мына жерге өзіңнің бір суретіңді бір деңені қойсақ болады екен. Оған мына жерде нені қойсам екен? Қазір 1 минут. Ашыла ма екен? Так, бұл дұрыс тұрмайды ойдым қазір. Сондықтан бұны қайтадан нетейін. Фондағы суретті алу керек мен желательно. Бұндайға. Мына бір суретті ашайын, кішкене бетім жоғалып кетіп тұрады ғой. Так, ол үшін былай істейміз мына. Готовын басам да, мына жерге былай бір нені қойдым. Енді имя автора дейді, мен жаңа сөзді кімнен алдым? Рэй
Рэй Крок дейді. Соны жаза салайыншы. Сохранить бассам. Енді ең соңындағысына мына жерге бір сурет қоюымыз керек. Ол үшін мынаны басып, мінекей. Мынау кітап тұра берсін осылай. Мына жерге мен өзімнің жаңағы кітабымды қойып жіберейін. Суретпен мінекей мына кітапты. Загрузка кетіп жатыр. Готовын басып жіберемін. Мінекей осылай жасадық. Енді бұны мына жұмыстардың барлығын көруіміз керек, қалай болған. Ол үшін мынау просмотр деген тұр ғой, соны басасыздар. Мінекей быстрый предпросмотр деген, соны басамыз. Енді күтеміз. Бұл қазір загрузка жүріп жатыр, сақталып. Мінекей. Бұны күтейік. Мінекей, әріптестер, жүктеліп болды. Қазір видеоны көрейік, қалай болып шыққанын. Так, енді фонға музыка қоюға болады. Мына жерде әріптер көрдіңіздер ме? Қазақша шрифттарды оқымайды бұл программа. Сол үшін мен ананы Жезқазған қаласы деп тұр ғой, сол жерді алып тастаймын да, өзім екінші программа арқылы фонға музыка қоямын ғой. Сол кезде басқа программа арқылы үстінен жазуға болады. Мінекей, осындай болып шығады. Мінекей, осындай видео шықты. Сөзді жаңа ұмытып кеттім. Басқа текст қоямын деп. Сосын мына жерде водяной знак деген тұр ғой. Водяной знак дейді, мынау видеода Random Forest деп көрініп тұр. Оны водяной знакты алып тастау үшін онда сіз мынаған платный версиясына қосылу керексіз, сонда сізге водяной знаксыз видеолар шығады. Енді бұны қазір InShot, CapCut деген программаны жұмыс жасаймыз ғой, фонға музыка қойып. Сол кезде мен мына жерін білдіртпей жауып тастаймын. Болды. Мінекей, осындай видеоны сіздер де жасай аласыздар. Енді мына видеоны сақтау үшін қазір мына жерге барып, видео деген тұр ғой. Сол жерге басасыздар. Сол кезде мои видео деген шығу керек. Мына видео жаңағы біздің жасағанымыз, осыны скачать деп басасыздар. Сонда мына видео жүктеледі. Сіздер де осылай жасаңыздар.